Абоненттік номер босыңыз. Абонент жауабын немесе тезірек хабарласыңыз. Абонент номер занят. Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните по нему. The call person is not reached. Please try again or call later. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Армысыздар ағайын. Топырағын түртсең, тарихы оянатын қазақ үшін ауыл ұлттық құндылықтардың алтын бесігі. Байлық пен береке бастауы. Кең даланың таза ауасын жұтып, тұнық суын ішіп, көркем табиғатынан күш қуат алып өскен әрбір азамат ауылын сағынат, әрі аңсайды. Әсіресе төрт қабырға мен темір телефонға жабысқан біздің буынға қара даланың қасиетін сезіну ауадай қажет ақ. Құрметті көрермен, біз дәл қазір бүкіл дүниежүзіне тарайтын Қазақ ТВ арнасы арқылы қазақтың салт дәстүрі мен әдет ғұрпынан ақпарат беретін байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуымызды бастаймыз. Гаджеттен көзі талған, байланыстан тыс қалса бас ауыратын, телефонға байлаулы бір топ жас буын осы жерге жиналып додаға түспек. Қазір өздері де келіп қалар, ал сіздер арнадан алыстамаңыздар. Please try again or call later. Привет, как дела? Вы готовы к путешествию? Лично я готов. Не знаю, какие эмоции, но ожидание очень бешеное. Саламатсыз. Сәлем. Қалайсыз? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Атыңыз кім болды негізі? Аягөз. Ерзат. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгіннен бастап мен еңбек демалысына шықтым. Еңбек демалысымда қай жаққа бара жатқанын білмеймін, бірақ өте қызық болайын деп тұрған сияқты. Я не могу, Сочи, вода, что ты поставить? Давай, дорогой. Здрасте. Всем привет. Ақ жол бәрімізге! Өте қуаныштымын танысқан. Менің есімім Аяны, бір-бірден есімімізді дұрыстап айтып жайық. Менің есімім Диана. Мен ән айтам. Ияналар. Аяна тележүргізуші. Екеуі Ияналар отырапты екен. Соны айтам. Менің есімім Аягөз. Болды. Аягөз тұрмыстасың ба? Жоқ. Бойдағы жігіттер болса құлақтарына алқын сырта. Менің есімім Салтанат, енді жатсың. Мен кім атын не айтайын? Салтанатқа дуға. Мен очерк. Мен. Менің есімім Қабдол. Ассалаумағалейкум. Есім Гүлмира, Гүлеке дей беріңдер. Ассалаумалейкум, мен есім Перматель Рейтім Ерман Эльмияр Висершин Альмара Третий. Қоша бола ма? Марселен ғой? Сәлем достар, менің атым есімім, да. Есімім Илай. Илай жаным. Ерекше өнер тұлғасы. Успешный дизайнер. На самом деле обо мне расскажут больше люди, чем я сам. Меня зовут Жанбота, я балерина. Менің есімім Ерзат, танысқаныма қуаныштымын. Менің есімім Сергей. Тараздан кеп тұрмын. Меня зовут Женис, я преподаватель кавказских танцев. Участвую в этой программе, чтобы научиться разговаривать по-казахски, не стесняясь. Ал достар, қалай ойлайсыздар, мына енді бағдарламаның аты байланыс аясынан тыс жерде ең бастысы бізге керек нәрсе сейт бола ма екен ана жақта?
Енді тақырыбына байланысты болмайтын сияқты ғой. Жоқ, қайда кетіп бара жатырмыз мәселе. Байланыс аясынан тыс жерде. Аты айтып тұр ғой, аты айтып тұр. Қазақ үйдің ішіне ойлайсыз, сол жаққа апарып. Қорқыныш та бар, бір жағынан қызық та бар, экстрим сияқты. Күнде де сені іздедім, жоқсың сен, қайдасың, соны білмедім. Бірде барсың, бірде жоқ, сендер елессің. Түнде танымдым, маған келесің. Күнімде танымдым, маған Байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуына барлығы 12 адам қатысады. 6 қыз бен 6 жігіт арнайы кастинг арқылы таңдап алынды. Олар 12 бағдарлама бойы осы жерде тұрып, интернетсіз күн кешеді. Жай күн кешпейді, ауыл тірлігін көріп, шынайы сынға түседі. Қазақ халқының салт дәстүрімен, әдет ғұрпымен жақынырақ танысады. Бір қызығы, олар реалити шоудың талаптарын білмейді. Көп ақпараттан және берілетін тапсырмалардан бейхабар. Табыстық, бәріміз таныстық, терлеп тұрып әнді де айттық, жырды да жырладық, сырластық, бәрін істедік, айтатын әңгіме қалмады. Жол ұзақ, әрбір километр сайын мен деген жүрегімде бір үрей бар, қорқыныш бар. Қай далаға апара жатыр, қай қу далаға апара жатыр екен бізді. Бәрекелді, қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай, көңіл күй қалай жеттіңіздер? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Сәлем. Қалай, аман есен жеттіңдер ма? Шаршамай, бәрі жақсы ма? Ал не Көңіл күй керемет. Қымыз қайда? Бәрі болады, уайымдамаңыздар, бәрі болады. Біреудің қорасын тазаламаймыз әйтеуір. О жағына уайымдамаңдар, ешкімнің қорасын тазаламайсыңдар, шынайы адал бәсекемен сайысқа түсесіңдер. Сынымыздан сүрінбей өткен, аламаннан оза шапқан жеңімпаздарымызға шығармашылық топтың арнайы дайындаған сыйлығы бар. Ондай болса, жүріңіздер. Олжас, олай болса, уақытты созбай құрметті көрермендерімізге жоба қатысушыларын таныстырайық. Негізі осы реалити шоуға қатысу үшін өтініш бергендер өте көп болды. Алайда біз өз талаптарымызға сай қыз-жігіттерді таңдап алдық. Біз ауылға келмес бұрын қатысушылар жайлы аз-маз зерттеу жасағамыз. Назарларыңызға ақпарат ұсынайық. Сонымен 12 бағдарлама бойы осында тұрып, жарысқа түсетін қыз-жігіттермен таныс болыңыздар. Please try again or call later. Қабдол Тілеков, Батыс Қазақстан облысынан келген асаба жігіт. Беташарды түрлі хит әндерге салып, көне дәстүрдің жаңа формасын тапқан. Бүгінде әлеуметтік желіде белсенді блогерлердің бірі және ел арасында үздік беташарист атымен танымал. Аяна Габдулина, радио және теле жүргізуші. Бағдарламалау мамандығы бойынша колледж бітіріп, жоғарғы оқу орнына журналистика мамандығына түседі. Шығыс жекпе-жегіне деген қызығушылығы ерекше Аяна самбодан спорт шебері және дзюдодан спорт шеберлігіне үміткер. Илай Диагилев, дизайнер, бренд амбассадор, Шанхай қаласында модель ретінде белгілі қазақ, Ресей дизайнерлермен жұмыс жасаған. Халықаралық сайыстарға қатысып, әйгілі Harper's Bazaar винтаж журналдарына шыққан.
қазір қазақ және Ресей әртістеріне түрлі киім үлгісін ұсынып, жеке модель агенттігі және фотостудия бизнестерін жүргізіп жүр. Салтанат Құдайбергенова, Алматы қаласының тумасы, тәуелсіздіктің төл құрдасы. Әйгілі отбасылық дуэт Қанат пен Айткүл Құдайбергеновтердің ерке қызы Салтанат өнерден де құр алақан емес. Жас әнші, актриса қолы қалт етсе, би билеп, тикток түсіреді. Гүлмира Ізбасқанова, анасымен ән айтып, би билеп, әлеуметтік желінің сәніне айналған ару. Шырайлы Шымкентте туып, Алматыда оқыған әнші Нағима Есқалиеваның шәкірті. Көпке белгілі Қазақстан дауысы, Қытайда өткен талант-шоу конкурстарының финалисі. Сергей Семыкин, Тараз қаласының тумасы. Отандық телехикаяларда өзін актер ретінде көрсетіп жүрген орыс ұлтының өкілі қазақ тілінде еркін сөйлейді. Бос уақытында карате, үлкен теннис, шахматпен шұғылданатын Сергей қазір дыбыс жазу студиясында жұмыс жасайды. Жанбота Қойылыбаева, балерина, фотомодель, ал шыбықтай майысқан бейші ару, Селезнев атындағы балет училищесін тәмамдап, Болат Аюханов атындағы балет театрында билеген. Шамамен 15 шақты елде болған өнерлі қыз гастрольдік сапарларға жиі шығады. Бұл жобаға қазақ тілін үйрену үшін келгенін жасырмады. Диана Исмаил, әнші, композитор, әндерін қазақ эстрадасының танымал жұлдыздары орындап жүр. Өнерге бейімдігі бала кезінен байқалған бойжеткен, мектеп қабырғасында музыка мектебіне барып, фортепианода ойнауды үйренеді. Эстрадалық вокал мамандығын бітірген Диана аз уақытта хит болған «Қайда», «Мың бір күн», «Уәде қайда» әндерімен қалың көпшілікке танымал. Марселен Камате, Алатаудың баурайында туып Таразда өскен Африка ұлтының өкілі. Кәсіби футболист, актер, шоумен. Өнерге қызығушылығын көңілді тапқырлар клубынан бастаған қара торы жігіт бірінші ұлттық КТК лигасының чемпионы болған. Қазақ тілінде еркін сөйлейтін Марселен мерекелік кештер жүргізіп, телехикаяларға түсіп жүр. Ерзат Рамазанов, әнші, актер, Алашұлы тобының солисі. Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданында төл теңге қолданысқа енген жылы дүниеге келген. Мектеп қабырғасында сахнадан түспеген Ерзат, оқу бітірген соң Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының театр өнері факультетіне түседі. Әншілігімен қатар бишілігі де бар өнерлі жігіт, отандық телехикаяларда кәсіби актер ретінде бой көрсетіп жүр. Аягөз Оразғалиева 1996 жылы дүние есігін ашқан. Айбынды Атырау қаласының перзенті. Отбасындағы тұңғыш бала, тұңғыш немере. Мектепті алтын белгіге бітіріп, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне химия мамандығына оқуға түседі. Жоғарғы оқу орнында көңілді тапқырлар клубында ойнап, өнерге деген қызығушылығы арта түседі. Қазіргі таңда химия пәнінен сабақ беріп, бос уақытында модель, актрисалықпен айналысады. Жеңіс Мақашев, хореограф, Кавказ биінің ұстазы, 2 баланың әкесі. Бүгінгі таңда актерлық шеберлік сабақтарын алып жүр. Ағылшын, орыс тілдерін еркін меңгерген. Алайда осы бағдарламаға қазақ тілін үйрену үшін қатыспақшы. Міне байланыс аясынан тыс жерде болуға қорықпай келген қыз жігіттеріміз осылар. Қатысушыларымызға да, көрермендерімізге де ескерте кетейік, қатысушыларымыздың арасында Жеңіс пен Жанбота қазақша мүлдем білмейді, бірақ үйренуге ниетті. Солай ғой? Қолдаймыз. На самом деле я очень хорошо понимаю, но разговорная речь я не разговариваю на казахском. Надеюсь, вы мне поможете. Конечно. Мы с тобой. Да. И поймете, и... Да, и самое главное, пожалуйста, не смейтесь, да, над акцентом, если мы будем стараться. Сіздердің араларыңызда қазақшаға судай африкалық Марселен мен орыс ұлтының азаматы Сергей бар, және де басқа да қазақ тілді қатысушыларымыз осы үлкен ұжым болып сіздерге қазақ тілін үйретеді. Енді ойын шарттарымен толығырақ таныстырайық. Қатысушылардың бәрі қаланың ақ саусақтары.
бір секунд телефонсыз қалмайтын жаңа заман адамдары. Алайда өздерін сынап көрмекке аламанға келіп отыр. Бұл жердің заңы қатты. Қайта-қайта телефон тінтіп ойың бөліне берсе, ауылда іс бітпейді. Сондықтан алдымен қатысушылардың ұялы телефондарын жинап аламыз. Бізде егілерге звондаймаймыз ма, сонда? Жоқ, өкінішке орай ондай мүмкіндік болмайды, бірақ жақсы жаңалығымыз бар. Біз олай Ұпай саны бойынша жеңген топқа күніне 1 сағатқа телефон беріледі. Уайымдамаңыздар, бұл құнды заттарыңызға ешкім тиіспейді, сенімді жерде болады. Жоба аяқталған соң өздеріңізге қайтарып береміз. Келесі талап киіз үйде тұру. Яғни бұл қыз жігіттер 12 бағдарлама бойы қазақтың сайын даласына тігілген киіз үйде мекендейтін болады. Ашығын айтайық, реалити шоуға қатысу үшін үлкен кастингтен өткен жастардың барлығы қалада өскен қыз жігіттер. Сондықтан күнделікті берілген тапсырмаларды орындауда оларға бағыт бағдар беріп отыратын кеңесшілер тағайындалады. Барлығы 12 қатысушы, олар 3 қыз 3 жігіттен 2 топқа бөлінеді. Кеңесшілеріміз әрбір күні берілген тапсырмаларды бағалап, қорытындылап, жеңген топқа ұпай береді. Әр топтың ұпайы әр бағдарлама сайын ұлғайып, жеңген команда жоба соңында белгілі болады. Бір қызық сұрақ болып тұр да, менде бір жуынатын жер бар ма мына жақ? Я орынды сұрақ. Жоқ, ана тұрған ба? Жел ұрса ұшып кетеді ғой. Әлі өзі үстінде бөшкелері тұр ғой, соған су толтырасыз да. Құрметті қатысушылар, ұйымдастырушылар сіздерді алдын ала зерттеп, 2 топқа бөлді. Топтың атын өздеріңіз қоясыздар. Біз қазір кімнің қай топта екенін ғана хабарлаймыз. Жарай ма? Әзірге А тобы, Б тобы деп атайық. Сонымен А тобында Жеңіс, Сергей, мына жаққа өтіңіз. Как раз. Я этого хотел. Бәрекелді. Қабдол. Қыздардан А тобында Аяна, Сильный группа. Аягөз және Салтанат болады. Көңіліңіз толмай қалды ма не, Салтанат? Өкінішке орай жоқ, болмайды. Ал Б тобында қалған қатысушылар, яғни Илай, Ерзат, Марселен, Гульмира, Диана, Жамбота болады. Ал құрметті қатысушылар, біз сіздерге уақыт береміз. Топтарыңыздың атын қойып, басшысын сайлаңдар. Уақыт кетті. Сонымен қыздар, жігіттер, топ басшысы кім болатын болды сіздерде? Сергей. Топтарыңыздың аты қалай? Топтың аты өзіңіз айтсаңыз. Енді біздің тобымыздың аты, бәріміздің келісу бойынша, Заман достар. Бізде 2 мағына. Қазіргі заманның достары, яғни қазіргі заманның, яғни жастары, бірақ бәрі бір-біріне дос. Жақсы, ал енді келесі командамыздың атауы, Басшысы кім болатын болды? Ерзат. Басшы мен. Топтың аты? Біздің топ Төңкер! Бізде ұран! Қарсыласты біз көреміз! Ең соңында төңкереміз! Бәрекелді, топтар анықталды, басшылары сайланды. Олай болса, алғашқы тапсырмамызға өтейік. Сонымен бірінші тапсырма өздеріңіз тұратын киіз үйді тігу. Please try again or call later. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, сіздер әлемнің түкпір-түкпіріне тарайтын Қазақ ТВ арнасынан байланыс аясынан тыс жерде атты реалити шоуды тамашалап отырсыздар. Киіз үй бір шегесіз жиналып, бір шегесіз құрылатын, қыста жылы, жазда салқын, көшіп қонуға ыңғайлы қазақ халқының ноу-хауы қазіргі тілімен айтқанда. Сіздерге киіз үйді қалай тігуді білетін үлкен кісілер көмектеседі. Олай болса, бүгінгі сайысқа төрелік ететін қазылар алқасымен таныстырып өтейік. Қазақ үй тігумен айналысқан тігінші ұстаз Үмітхан Білалқызы.
Этнограф, мәдениеттанушы, киіз үй зерттеушісі Бұлбұл Кәпқызы. Қара белбеу шебері, спортсмен, Жамбыл ауданының құрметті азаматы Сейітқали Серік Есімбекұлы. Жастайынан мал шаруашылығымен айналысқан Шопан Сұлтан Нұртайұлы. Сондай-ақ ата-апаларымыздың көмекшілері бар. Бұл жігіттер де киіз үй тігудің нағыз мамандары, нағыз шеберлері. Жігіттер, сіздерге ескертіп қояйық. Жұмыстың бәрін өздеріңіз жасап, қатысушыларымыз іссіз қалмасын, е? Ал олай болса, әділ қазылар алқасы, енді мына қатысушыларымызға бағыт-бағдар беріп, неден бастаймыз, айтып өтсеңіздер. Енді батадан басталады ғой, әрбір іс. Ана аумин. Шырақтарым, шаңырақтарың биік, керегелерің кең, босағаларың берік. Үбірлі-шүбірлі болып, өндіріп өсіріп, еліміз аман, жұртымыз тыныш, жақсы заман берсін Алла. Айтқаныңыз келсін. Сендердің тікел жатқан кигіз үйлеріңнің қаңқасы құрамдас 4 бөліктен тұрады. Мұнда ең бірінші шаңырағы, одан кейін оғы, керегесі, есігі. Ал кигізі де 4 бөліктен тұрады. Түндігі, тордық басы, өзігі, кигіз есігі. Осы үйді енді қазір тігесіңдер, өз жұмыстарыңнан сәттілік тілеймін. Бұл енді қалай мақан қай жерден болса да тіге беруге келмейді. Біз бісміллә деп қазан жағынан басталып, керегені айландырып ұстап, есікті бекіткеннен кейін басқұр арқанды байлап шаңырақ көтереміз. Шаңырақ көтеріліп, уық байланып болғаннан кейін уық жібін керіп, қазан жағынан басталып жабылады турдық. Турдық жабылып болғаннан кейін белдеу арқан тартылып, іргелік жіп байланып болғаннан кейін біз үзік жабамыз. Алдыңғы үзікті саламыз бірінші, екінші артқы үзік, үшінші рет соңында түндік жабамыз. Осымен кигіз үйіміз толықтай тігіліп болады. Құрметті қатысушылар, сіздерге бір сұрақ, киіз үй тұрғызып көрдіңіздер ме негізі? Алғаш рет па? Ең алғаш рет. Керемет тәжірибе болған деп тұр негізі сіздер үшін. Ал құрметті қазылар алқасы, мына қалада өскен қыз жігіттерімізге, мына киіз үй тігуге қанша уақыт береміз? Сайыстың аты сайыс болғаннан кейін бір шектеулі уақыт болу керек қой. Тайдың тасындай азаматтарымыз келіп тұр екен, және де көмекшілері бар екен. Оның сыртында бағыт-бағдар беріп тұратын міне ата әжелері келіп тұрмыз. Сондықтан бір 2 сағатта біздің жігіттер мықты үйді тұрғызады деп ойлаймын. Ал бәрекелді, көрейік. Қатысушылармен танысып үлгердіңіздер ғой, мінеки есімдері бәрі жазылып тұр. Әр қайсына жеке-жеке баға беріп шығасыздар. Иә, түсіндік. Ал, онда іске сәт. Бастай. Уақыт кетті. Босағадан бастаңдар. Мына босағаның оң жағынан басталады да, айналып өтіп, сол жағына бірақ жетеміз. Сол жерде есікті қоямыз. Мына керегенің биіктігі қандай болу керек? Керегенің биіктігі негізі есіктің байлауынан тұрады. Оған ұзын адам бар, қысқа адам бар. Екпен өлшеуге болмайды балам. Керегенің мына көзі тұр, мына көзінің өзінің квадраты келеді. Мына жалпы қазақта кереге жел көз, тор көз, орта көз деп айтады. Ал мынау тор көз. Тор көзге мына адамның, ер адамның жұдырығы сыймайды екен. Жалпы қазақта. Сондықтан мынау тор көз, мына керегенің мына көзі 4 бұрыш квадрат болған кезде керегенің биіктігі дәл деген сөз. Түсіп отқан жоқпын. Мынау бірдей болу керек. Мынау түсті енді байлаңдар бау байлауды. Мына жіпті бала бірінші былай істейсің, басын күрмеп байлап аласың міне. Негізгі уықтың керегенің басы өте берік болу керек. Бұл жер уқты ұстап тұрады. Күрмек бау деп аталады. Иә, міне, тамаша, мына балам менің жарайды. Женис, как твои дела? Тебе все понятно? Еще не могу понять, как она соединяется. В плане того, что она должна сесть, какие-то у нее пазы есть свои. Это первый наш опыт, и мы как-то теряемся. Видно, как пацаны начинают теряться, как мы теряемся. Стараемся в каких-то моментах что-то делать, но это, кажется, так сложно, когда ты ничего не знаешь. Это пугает. Міне, жасап жатырмыз. Қолдан келгенше. Қолға кіріп кет. Ақсаусақ болғаннан кейін сондай болады. Ақсаусақ емес, мен бәрін жасаймын.
өте қиын екен бізге былай. Иә, сырт көзге оңай ғой. Неке құрметті көрермендер, өздеріңіз байқап отырғандай, екі команда қолдарынан келгенше тырысып жатыр. Әзірге кім жеңіске жететіні белгісіз, бәрі оны уақыт көрсетеді, бәрін уақыт шешеді. Бақылаймыз. Кереге деген мынау кең болады, иә? Босаға берік болады, мықты болады. Енді мұнда терезе жоқ қой. Біз мінекей шаңырақ көтереміз. Қазір мына жақта түңлік болады. Мына түйіннің аты қандай негізінде? Қайсы түйіннің? Мынау таңғыш деген. Таңғыш? Керегенің таңғышы дейді. Содан керегенің әрбір бит қосылған жерінен қатты тартып байлап отырады бұны. Вот все. Все, я понял, она как работает. Енді түсініп да? Да вот этот крестик, нолик непонятный, блин. Да, крестик. Как он там попасть? Вот, когда ты снизу делаешь, уже вверх уже его... Поднимает его, да? Не, вверх уже разрешался. Да, все, разошелся, что ли? Да. Қазіргі таңда. Апа кіріңіз. Керегенің бәрін байлап болдық. Неке қыз жігіттеріміз есікке жақындап қалды. Қазір ата-апаларымыз өзі дұрыс бұрысын айта жатар. Апа, мына есікті дұрыс қойды ма балалар? Қай жері қате болып тұр? Мынау ішіне қарайды ғой деймін былай. Өйткені құлыбы сыртында тұр. Мынаны қиындау екен, бірақ. Гүлмира. Кәдімге ат салысып жатыр екен. Конечно, ұтылып бара жатыр қан орын. Ұтылған жек көремін. Ең басты сыйлықты сен ұтасың. Сыйлықты емес? Сыйлықты да ұмытпаймыз. Абырой. Апа, енді мінеке қатысушыларымыз қолдарынан келгенше киіз үй тігіп жатыр. Жұмысына қандай баға бересіз? Қалай, балалардың қолынан келе ме жалпы? Әрине келеді. Бұл қазақтың балалары, бұлардың қанына сіңген, уызына сіңген. Бұлардың өздері жасамаса да ата-бабасының, ата-аналарының жасап жатқанын көрген. Ең басты діни қабырғамыз, керегеміз салынды, есігіміз қондырылды. Енді қалғаны қалды оғымыз. Қазір ақ жақта не болады, мен білмеймін. Көмекшілер бізге көмектесіп. Мінекей командаларымыз керегесін арқанмен тартып, мықтап байлап, қыздар міне уықтарын қолдарына алып кірісіп кетті. Қалай, дұрыс қатап жатыр ма, апа? Бұның өзінің бір әдісі бар ма? Бұл мына күлдіреуіштің тура алды есікке бағытталу керек. Бұл шаңырақ төртке бөлінеді. Бұл деген төрт құбыла, төрт бағыт. Әне уық сынды. Әрі қарай көретіндеріңіз. Уықтар құлап атырда қайтан салған уықтарымыз. Не себеп екен білмейміз. Мы только делали с девчонками, и вы просто берете и все кидаете. Сендер қалып баратсыңдар, сендер қалып баратсыңдар. Замандастар командасы алға озып шыққан сияқты. Ата, мақтайсыз ғой, жарай, мақтаңыз берсін. Мақтаңыз, ата. Әне уығың түсіп жатыр. Бір жағы не түсіп ме? Уығың түсіп жатыр, мына қара. Уықтар құлап атырда қайтан салған уықтарымыз. Не себеп екен білмейміз. Жалпы осы уыққа қатысты бір ырымдар, сынғаны жаман деген сияқты ондай жоқ па? Ондай ырым жоқ. Бұл үйде тігіп жатқан кезге байланысты. Ол әрбір нәрсені ырымдай беретін болса, ол тағы да болмайды ғой. Балалардың мына ұмтылып істеп жатқан балалардың рухын түсірмеу керек. Ол ештеңе етпейді, сынған нәрсе бітеледі. Мен жаңа байлаған уығым қате болып шықты. Сөйтіп тіке болу керек екен, сөйтсем. Ну, оно что-то болтается, оно должно болтаться? А у всех болтается. Балалардың уықтары айналып кетіп жатыр. Неге мына дұрыс байламай жатыр ма, әдісін түсінбей жатыр ма? Ол енді бұлар жаңа тігіп жатыр ғой. Балалар деген талаптанып жатыр, тырмысып жатыр, талаптыға нұр жауар. Бұл бірінші тіккен үйдері қисаяр, одан ештеңе етпейді кигіз үй деген.
бұл жиналмалы қайтадан шығып тігеді. Бірақ енді бізде сайыз, уақыт сайыз, шектеулі қазір сол үшін дегендей. енді Бәрі екі жұмыс болып жатыр да, қайта-қайта. Болмайды. Одан кейін уықтың қарынбауы деген бар. Уықтың былай қисайып тұрғандарын қарынбауы теңеп кетеді, бірақ бәріндігі тұрғызып. Сондықтан оған көп уайымдауға болмайды. Өйткені оның бәрін уайымдап бәрі дұрыс келе жатыр, иә? Дұрыс келе жатыр. Қиын, бірақ үйренуге болады, любой нәрсе үйреніп кетуге болады. Жануарды да үйретеді ғой, циркте дұрыс па? Оның қасында біз адамбыз ғой, любой нәрсе үйренеміз. Примерно болды. Вот смотрите, это мозоли. Что будет с тобой за 12 программ, интересно? Я, наверное, очень сильно поменяюсь. Скорее всего. Мынандай тырнақпенен әрине мынандай үйді салу оңай емес ол. Мына балаларымыздың қолдары мынан қар мына. Мына алақандарын қарашы, мына қызарып ойылып кетті. Ай, ағайым. Далам ауа райы 39 градустан жоғары. Осы бағдарламада одан сайын қарайып кететін болдық қой. Сіздерге де түс көмектеді ғой? Тығылмай жатыр. Бәрі дұрыс. Балалардың талпынуы әзірге өздері қазақтың үйін құруға ынталары өте жақсы. Бірақ та бұрын бұндай нәрсені көрмегеннен кейін кейбіреуінде жай бір олқылық бар. Киіз үйді құрудың тактикасын білсең, жастар айтады ғой, изи, жеп жеңіл. Аналар да құлап жатыр. Давайте! Давай еще. Қолдарында байландар. I don't know. Excuse me. Қазақтың үйіне бүйтіп салқайып ешкім кірмеген. Бас иіп кіреді. Дұрыс айтасыз. Мынауыңыз дұрыс. Иә, дұрыс. Мынау мен көкірегімге нан пісіп тұр, мен мынандаймын деп. Шыққанда артпен шыққан. Желдің өтінде, аттың үстінде, түйенің қомында жүрген. Сендер сияқты қыздарды алақанына салып айлап төрге отырғызып, мынандай жігіттерін ұлықтап, ту беріп, алға қойып, серт алып, семсер беріп, жауға қойған қалыппыз. Мынау, осындай қазақтың үйіменен мынандай аттарының тұяғының қалмаған жері жоқ әлемде. Сен үйді соғаласың, бір шегесінші. Негізі дизайнер. Дизайн жағын өзің қатырайын деп тұрсың, іш жағын, сырт жағын. Мен оларға көмектесіп жатырмын да. Соған көп күшім кетіп жатыр. Дизайн жағына күшім жетпейді дейсің ғой. Біз уықты кигізудің қаңқасы қазіргі жағдайда бітті. Енді чиі бар болса, ең бірінші чиін ұстауымыз керек, бас құрын ұстауымыз керек. Одан кейін тордығын жауып, одан кейін үзігін, ең соңында түндігін жабамыз. Мынадан міне былай байлаймыз да, қарынбау тартамыз. Почему вы говорите, что надо между ними должна дырка, если они вместе все делают подряд? Вон. Жібер деп айтқан жоқ, ана кім ғой, бірден жіберіп артын қыздар байласын деп отырған. Байлайсыңдар, жібермейсіңдер. Ну просто реально как будто... Жамбота, сюда не пришли соревноваться, мы сюда пришли участвовать. Солай поймите, вы Жан Кузьмин. Реально просто... Мы столько делали с девчонками, и вы просто берете и все кидаете. А потом нам говорите, что... Ерзат, енді Жамбота телефон алғысы келіп тұр, сондықтан жақсылап тұрып тырысу керек. Менше жеңу керек. Бұл жерде былай айтса болды, жылағаннан пайда жоқ. Жылағаннан бізге көмектесе алмайды. Сондықтан да ақырын ар жақта Гүлекең өз жалғыз жүр, соған бару ақырын көмектесіп өйтіп камераға жылап.
Пайда жоқ ол. Ал енді қатысушыларымызды дегенмен тездету керек, өйткені уақыт шектеулі, я өзіңіз білесіз. давай. Ана апарыңдар. Әкел. Қоя қойшкім, уғын салып. Мынаған бірінші жіп байлаймыз, міне. Мынандай құлақ шығарып кеткені, мынаған баутағат. Нормально. Ничего страшного. Уже жетіліп кетті. Адал еңбек. Иә. Случайно байқамай ғой. Ағаш тиіп кетті. Устала очень. Серьезно это? Или он доделаете, надо обгонять других. Смотрите, мы уже накрыли, а мы еще. Пацаны, мы что-то расслабились, давайте побыстрее. Реально, смотрите, что они делают. Сендер қалып баратсыңдар. Ой, Жамбута, қойшы. Көрдіңіздер ма? Нағыз адал еңбектің қолы. Бірдей ғой. Маған қарасаңызшы, маған қараңыз. Міне, сондай болады енді. Ничего, бұл жеңістің белгісі. Аналардікі жеңілістің белгісі. Ерте емес па? Ерте айтып атқан жоқсыздар ма? Қарамаңдар бізге жұмыс істеңдер. Работайте, давай. Санасуға болмайды. Көрдіңіздер ма? Ладно, если бы мы опережали бы вас, я бы с вами сөйлесетін едім. Татты болса, аяқ татты болсын қазақта. Дұрыс қой. Міне, нағыз команда осылай жұмыс істеу керек. Қалай берсін жұмыс? Тоғызын жазып қалды ма? Да, давайте будем делать. Жоқ, доказывайсың. Остается так, как было. Бізде соңы уық қалды, құрметті достар. Көндірек. Төңкерістеп қойып алдық астымыз. Төңкерістеп қойып алдық, киіз үйіміз төңкеріліп жатыр. Қиын болды, өте қиын болды. Бірақ әдемі сайыс, бірінші күн айналдырасыз. Қатай тұр ғой, күтіп отқан 8. Опа, бәлі. Не істеп отырсың? Не істеп отырсың, күтіп? Мынаны қазір жіпті екі жігітке берем. Екі жаққа тартасыңдар. Былай тұрыңдар, жолдан былай тұрыңдар. Төңкерті о, кетіңдеш бұл. О жақтан деді. Тарта. Аяқ көрін. Болмайды. Маған бер. Замандастар командасы алға озып шыққан сияқты. Енді әділ қазылар алқасы өздерінің бағасын бере жатар. Дұрыс жасады ма, бұрыс жасады ма, оны сәлден соң білетін боламыз.
Бойда жетпейді оны. Болды. Нормально, дұрыс келді. Ата, мені мақтайсыз ғой. Ата, заряженный, да? Ата, жарап. Ата. Я, мақтайсыз ғой, жарап. Мақтаңыз берсе. Мақтаңыз, ата. Ата, я на Каспий закину, ата. Замандастар, давай. Әлде биік асулардан өттіңдер ме? Әлде биік аспандарға жеттіңдер ме? Армандастар, құрдастар, бәріміздің өндірген аспан едік, бәріміздің өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен? Қайдалайым? Біз дәуірдің өндірген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен? Портфель тяни туда-обратно. Ар жағынан байлаңдар. Міне, байлай енді. Сайыстың бітуіне санаулы минуттар қалды. Байқап отырсақ, Заман достар командасы озып келеді, бірақ шешінген судан тайынбас деп, төңкеріс командасы да әлі берісер емес. Дегенмен енді аз уақыт бар, мүмкін үлгеріп те қалар, кім біледі. Алдымен не төселеді, не кіргізу керек? Алдымен түскүйіз ұсталу керек. Бұл жаңағы мына киіз көтерілмеу үшін ғой, желден көтерілмеу. Жалпы бұл белдеу арқан үйдің бейіттігіне. Естіпайлық үшін бәйді. Құрметті қатысушылар, Қыздар, жұмысты жігіттер. тоқтатамыз. Уақыт аяқталды. Осымен бірінші тапсырмаға берілген уақыт аяқталды. Ендеше сайысымызды қорытындылайық. Әділ қазылар бағасын берсін. Мен өз басым Заман достар командасына жеңіске 5, Сергей деген балама 5, Қабдол деген балама 5, Аяна, Аягөз, Салтанат барлығына 5 деген баға бердім. Неге десе, бұлар өте қатты ұмтылды, жүгірді, енді талаптанды, үйренгісі келді, мықты. Ал екінші команданың балаларына енді барлығына мен 4 деген баға бердім. Сонымен Замандастар командасына 30, Төңкер командасына 24 бал қойдым. Ал енді қадірменді екі топтағы азаматтар, мен сіздерді бөліп жарғым келмейді, бәрілеріңіз жақсы жұмыс істедіңіздер. Ішінде кім қалай жұмыс істегендеріне қарай. Жеңіс 5, Сергей 5, Қабдол 5, Аяна ренжіме 4, Аягөз 5, Салтанат 5. Илай 4, Ержат 5, Марсель 5, Гүлмира 4, Диана 4, Жанбота 4. Бұлар 26. Бірінші команда 29 шупай менен енді осылай алға кетіп қалды. Нұрхан апамыз тыңдайық. Менде Заман достар командасына Жеңіс 5, Сергей 5, Қабдол 5, Аянаға 5, Аягөз 4, Салтанат 4. Екінші командаға Милайынға 4, Ерзат 5,
Мәрселдігімізге 5, қалған 3 қызға 4-тен баға берді. Ал Сұлтан ата, сіз қандай баға бердіңіз қатысушыларымызға? Жеңіс 5, Сергей 5, Қабдул 5, Аягөз 4, Аяна 4, Салтанат 5. Екінші команда. Екінші команда. Илай. Иляйын 5, Ирзат. Рызат 4, Марселен. Маркым 5, 3, Гүлмира 5, Яна 5, Жамбота 5. Бәрекелді. Төңкер командасы жалпы ұпайы 103 балл. Жақсы. Азаман достар командасы жалпы ұпайы 115 балл. Ал құрметті қатысушылар, өздеріңіз байқап тұрғандай, мына екі киіз үй соңына дейін тігіліп біткен жоқ. Тұруға жарамсыз, сапасыз жасалды, оны айту керек. Сондықтан қазір көмекші жігіттер қалып, осы үйдің іші сыртын бәрін ретке келтіреді. Өйткені сіздер бүгіннен бастап осы жерде тұрып түнейтін боласыздар, естеріңізде ғой. Ал енді әзірге телефондарыңызды алып, жақындарыңызға хабарлассаңыздар болады. Әділ қазылар, сіздерге көп-көп рахмет, алғысымызды айтамыз. Рахмет. Только телефонами не светите перед нами, пожалуйста. Шынымды айтсам, қуанышымда шек жоқ. Себебі мына қолдарыммен мен киіз үйді өз қолыммен соқтым. Сонымен мен ата-анамен бөліскім келеді. Енді менде 1% қалды. Үлгерсем үлгердім, үлгермесем үлгермедім. Маматайым, жаным. Алло, мам. Мам, қалыңыз қалай? Қыздар, жігіттер, бүгін бірінші күн. Бәрімізде сотқы жоқ. Кімнің көңіл күйі қалай? Осы сайыс адал өтті деп ойлайсыңдар ма? Бір-бірлеріңе деген наздарың бар ма? Бірінші күні бәрін осы жерде шешіп тастайық. Менде шамам жоқ айтуға. Илайдың не уқ Жоқ, мен бағана Илайға бірінші неме? Маған 2 рет. Уқ дейді ма саған? Анау қалай ше? Уқ. Басыма зырқ еткізді ма? Мен ана кереген ұстап тұрам осы кезде. Басына дөң дейді ғой. Мен шоқ кеттім, қарап тұрдым бір кезде. Бүйтіп ұстады да. Қайтадан жер алды. Жоқ, мен на самом деле не расстроился. А я вот расстроилась. Я всех жила там. Но мне, как честно, эмоции поперло, потому что это реально было сложно. И так в конце мы так расслабились. Бізде съемка болып жатыр ғой. Енді реалити шоу қатысып отырмын. Бір мынандай бір жерлер бар да, оны күткен жоқпыз. Келсек телефондарымызды алып қойыпты. Байланыс аясынан тыс жерде деп. Негізі біздің тобымыз өте жақсы жұмыс жасады. Егер де ол киіз үйді кім бірінші салғаны бағаламайтын болса, тек қана еңбекке болса, білмеймін. Біздің құрған ағашы мен екінші команданың құрған ағашыға қарап біз бірінші конкурсты біз ұттық бүгін. Сонымен құттықтап қой, сонымен 1 сағатқа бізге телефон берді. Әйтпесе телефонның бәрін алып кетті. Да, отпахали сегодня конкретно. Да, вообще даже не переодевался, короче. По максимальному, да, отжали нас здесь. Но за сегодня я научился строить юрту. Мы уже сделали себе юрту, да, в которой будем жить. Бізде айтам ба, қандай қате болды. Біз үлкен кісілерді тыңдаған жоқпыз. Олар айтқан кезде біз тыңдаған жоқпыз. Тыңдадық қой? Жоқ. Мама, жақсы сау болыңыз. Ертең сотқы может тұрса, уайымдамаңыз. Мүмкін ұтамыз, мүмкін ұтпаймыз. Бәрі жақсы бізде, сол бұйыртса ертең тағы да жарыстар болады. Сөйтіп ұтқан кезде, телефон берген кезде звондап тұрам осылай. Аха, жақсы мама, бәріне сәлем айтыңыз. Аха, давайте, жақсы.
Instagram не болып жатыр екен. Кел история өтсеміз, да? Де? Жоқ, бұл жерге просто. Ай-яй-яй. Просто қалдерің қалай деп, просто. Қалдеріміз өте Я керемет. же тебе говорила, не свети телефоном. Уйди отсюда. Я не светишь. Давайте, удачи ертеңге. Рахмет. Я өйстіп жеңіліп, әйтеуір 13-ші күн аласыңдар ғой бір күн телефондарды. Жеңістің дәмі міне осындай. Аналарға рахаттан сот күш қылып отыршы. Рахаттан дегенде салтанатын телефоны вообще Радиация бар бадыр ау. Мен пост салым керек еді негізі бүгін. Надо теперь постараться, чтобы завтра у нас были телефоны, и чтобы мы не сидели здесь, а там сидели, и чтобы наши родные приехали. Да. Да, надо постараться. Ертең звондау керек, қалай да болса да. Hadi. Please try again or call later. Фотоға теккендер. Қатысушыларымыздың Заман көңіл достарым күйлері менің. жақсы сияқты. Келді, Қабдол. Алсаш, Қабдол. Қабдол түсіріп жатыр. Қыздар, жігіттер. Құрметті қатысушылар. Қабдол бері кел. Кәнеке, телефондарымыз тапсырайық. Үйді көріп тұрмыз енді, киіз үй дайын емес, демалып алсаңыздар болады. Жүріңіз аталып. Демалыңыздар. Рахмет. Мен шаршап қалдым. Телефонда өліп қалды сен. Қарны ашты. Киіз үй қашан бітеді екен? Ағай. Ағай. Киіз үй қашан бітеді? Қарныңыз ашты ағай. Біз тоңып қалдық, мына жақ салқын екен. Бар, жатайық шаршадық. 2 сағатта бітеді ау деймін. 2 сағат? 2 сағат. 2 сағат? Енді әдемі екен. Ну ничего тогда. Менің комнатам қайда? Ау, бісміллә, келдік ау, жеттік ау, жеттік. А мы что, здесь будем жить? Аластай қатты. Қабдол. Я бісміллә, ал төрлет. Ауасы да бөлек екен, қараңдаршы қыздар. Жатсаңдар. Короче, я тоже спать. Спайт болған төсек салып жатайын. Подвесик Бірақ отырамыз. разделик. А төсектер қайда? Осы Төсектері міне ғой. Телефон болса қолымызға инстаграммен кіретін едік. Қазақ үйге карта, достар деп. Қыздар. Сыртқа шығатын болсақ бірге шығайықшы өтініш. Мен қараңғыдан қорқам. Шын айтам. Менде андай каусофобия, ой, қалай дейді? Фобия. Мені оятып шығатын кезде. Да? Я мен де қорқам себебі. Мен ойлап тұрмын да, қалай ұйықтаймыз, ұйықтай алмайсың. Что ұйықтайсың? Да. Глаза закрываешь? И это... Жақсы, киіз үйде ұйықтаған жақсы, азанда өте керемет тұрасыңдар. Үйді жинау үшін кесте құрайық. Қарсы емессіздер ма? Бірге салайықшы. Бірге кетеді. тезірек болады. А? Тезірек болады. А, сөйтейік. Бірге істесек, аяна деген. Үстендер дейді де кетіп қалады. Оған бірге бәрі айта бар ма? алмайсың да. Жоқ, неге айта аламын? Короче, мен комнату жасап алғам өзіме. Ты иди к девчонкам, короче. Не, братан, ты что за это?
Федя! Ой, 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 қорқытпа мені.